Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Қазір хит болып жатқан пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте жасалу жолы қарапайым. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, лайк баса кетіңіздер. Ол үшін бізге ұн, қант, қопсытқыш қосып араластырып алатын боламыз. Араластырып алыңыздар. Үстінен сармайдымызды саламыз. 250 грамдай, 60%-дан жоғары. Жақсылап осылай қолымыздың көмегімен мыжғылап аламыз. Өзі түйір-түйір шығады. Үстінен 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Өзі жұмсақ қамыр шығады. Жақсылап қолымызбен мыжғылап алатын боламыз. Осындай жұмсақ қамыр шықты. Менде осындай үлкен қамыр 2-ге бөліп, пакетке салып, холодильникке 20 минут қойып қоямыз. Салмасын жасаймын. Бірінші салмасына творог. Менде творог пен сметана, кез келген творог жарай береді. 2 жұмыртқа, қант салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сіздерде езетін миксер болса, езіп алыңыздар творогты. Енді 500 грамдай қаймақ саламын. 20% болу керек. Жақсылап оны да араластырып аламын. Аздап мен осындай краска пайдаландым. Өте түсі әдемі болып шығады. Сіздер де осылай пайдаланып көрсеңіздер. Ешқандай зияны жоқ. Иісі де, дәмі де болмайды красканың. Тек түсі әдемі болып шығады. Осындай әдемі түс болып шықты. Енді қамырды формасына жайып аламыз. Азғантай бөлігін алып қоямыз. Шетіне қажет болады. Қолымыздың немесе оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар болады. Менде осындай кішірек форма. Осылай тегістеп жайып аламыз. Қалған алып қойған қамырымызды шет жағына біріктіретін боламыз. Осылай біріктіріп алыңыздар. Жақсылап тегіс болу үшін қасықтың немесе стаканның көмегімен тегістесеңіздер де болады. Енді салмасын салып, 180 градуста 35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пештеріңізге қарап тұрыңыздар, әркімнің пеші әртүрлі. Екінші салмасын дайындайтын боламын. Тек қаймақпен ғана. 600 грамм қаймақ, 20%, дәміне қарай қантын салып, жақсылап араластырамыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Мен тағы да аздап осыған жасыл краскасын қосып жібердім. Өте түсі әдемі болып шығады. Маған ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер осылай. Осылай әдемі түс болып шығады. Екінші қамырымды да жайып қойдым формаға. Екінші қамырымызға да салмасын салып, осында пісіріп аламыз. Осылай толыңқырап тұрсын, өйткені піскен соң басылып қалады. Менің пирогтарым дайын болды. Өте светтері әдемі болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Егер краска қолданбасаңыздар, малина немесе клубниканы да пайдалансаңыздар болады. Ол да әдемі свет береді. Осындай керемет болып шықты. Формадан міндетті түрде суыған соң алыңыздар. Холодильникке тіпті қойып қойыңыздар. Өте қатып, кескенге де ыңғайлы болып шығады. Суымай тұрып формасынан алмаңыздар. Дастарханның сәнін келтіретіндей әдемі пирог болып шықты. Сіздер де осылай жасауға кеңес беремін. Әдемі болып шықты. Қыздар, каналыма тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өздеріңізге каналымды тіркеп алыңыздар. Ас болсын, рахмет.